Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақпен жасалатын манты рецептісімен бөлісетін боламын. Мантымызды мультиваркада пісіретін боламыз. Бірінші ыдысымызға жылы суымызды шым-шым қылып құйып, үстіне дәміне қарай тұзымызды сеуіп шығамыз. Ары қарай үстіне жұмыртқамызды саламыз. Сосын қолымызбен араластырып шығамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды қолмен илейтін боламыз. Біздің отбасымыз үлкен болғандықтан мен 2 зуала қамыр илеп шықтым. Енді қамырымызды салафанға 10-15 минутқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға туралған пиязымызды салып, үстіне үкіштен өткізілген асқабағымызды салып шығамыз. Кубик болып туралған картошкамызды салып шығып, қолымызбен жақсылап араластырып шығамыз. Сиыр етінен фаршымызды салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрышымызды сеуіп шығамыз. Сосын тұзымызды саламыз. Үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болдым. Енді қамырымызды кесіп шығамыз. Қамырымызды қол өлшемімізбен кесіп шығамыз. Салмасын салып, өз қалауларынша түйіп шықсаңыздар болады. Міне достар, біздің мантымыз дайын болды. 1 сағатта пісіп шықты мультиваркамызда. Мантымыз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше.